Жарқын болашақ атты республикалық қазақ тілі олимпиадасында жеңімпаз атанған 11-ші сынып оқушыларына 29 оқу гранты бөлінді. Мемлекеттік тілдің қолданылу аясын кеңейту және талабы таудай талантты өрендерді анықтау үшін өткен білім бәйгесінің аудандық және облыстық сынағына 5000-дай оқушы қатысты. Іріктеуден іркілмей өткен 171 білімпаз жас республикалық ақтық сайысқа жолдама алды. Олимпиада шартына сәйкес қатысушылар тілші, әдебиетшілер, әнші, бұлбұлдар, жас ғалымдар, сөз шеберлері және жазушылар сынды 5 бағыт бойына бақ сынасты. Мемлекеттік тілде сөйлеумен қатар жас өреннің өн бойына халық ауыз әдебиетін, ұлт тарихы мен мәдениетін сіңіріп, ғылыми жұмыс қорғап, шығармашылық қабілетін шыңдауға серпін беретін шара биыл 7-ші рет өткізіліп отыр. Олимпиада ұйымдастырған Білім және ғылым министрлігі мен КТФ халықаралық қоғамдық қоры білім бәйгесінің ауқымын жыл сайын кеңейтіп келеді. Алғашында қазақ тілшілердің арасында басталған олимпиадамыз қазір республикалық деңгейге өтті ғой. Алдағы жылы осы республиканы халықаралық деңгейде өткізу жоспарлап отырмыз. Конкуренция өте үлкен болды негізі. Қазіргі кезде өте көп адам қазақша сөйлейді. Орыс адамдар, ұйғыр адамдар өте көп сондай. Анам орыс, әкем болгар. Қарағанды қаласынан Нұрмет Тұрмақов атындағы мектебінің абыройын қорғап 1-ші орнын алып іздуға грант алдым.